Серпе болса айтасың ғой Азиз деп. Үш қалай болды енді? Бастап қойдым. Жағасаңыз. Жағайын ба үшті? Жағасаңыз. Қалайсыздар, команда? Сәл 1 минут ерте бастадық. Қыздар қосыла берсін. Күндеріңіз қалай өтті? Бүгін мен үшін ең тамаша күн. Сіздерге арнап өзімнің опытымды, өзімнің история успехамды полный айтқым келіп, бөліскім келіп отыр. Активно қосылып жатырсыздар. Молодцы, қыздар. Дауыс шығып тұр ма? Барлықтарыңызда шығып тұр ма? Қатып жатқан жоқ. Дауысым шығып тұр. Я, қыздар? Жазсаңыздар. Связь тексеріп алайық, одан кейін бастаймыз. Қатып жатыр дейді. Барлықтарыңызда қатып жатыр ма, қыздар? Барлығында қатып жатыр. Вроде барлығы я деді. Так. Қайттан кірейік қатып жатса, мен қазір қайттан шығып жатырмын. Все, болды. Барлығы тамаша болса, болды, қыздар. Ал бастайық. Кейін қосылып жатар. Звондап қалып жатыр. Ал енді бастайық. Уақытымыз өтеді. Аллаға шүкір. Осындай компанияда, осындай команданың ішінде жүргеніме. Ал енді өзімді таныстырып өтейін. Есімім Жұмашева Фарида Абайқызы. Жасым 27-де. Oriflame компаниясына Алан қалауымен 1 жыл алдын тіркелген болатынмын. Жалпы Oriflame'ге тіркелген осыдан 3 рет тіркелдім. Бірінші алғаш тіркелуім 2011 жылы. Екінші курс оқып жүрген кезімде мамандығым мұғалім. Жалпы сол екінші курсында бастадым. Тіркеліп продукциясына ғашық болдым. Сол продукциясына ғашық болған сәттен бастап ешқандай компанияның, ешқандай магазиннен, даже ешқандай жаңағы боянатын затты, косметиканы алып көрмегенмін. Сондықтан всегда айтамыз, партнер келсе, барлығымыз тұтынушымыз бұл жерде. Себебі продукцияға келген қыздар бар мен сияқты. Продукцияны жақсы көріп, продукцияны жақсы көретін болса, ол ешқашан кетпейді бұл компаниядан. Сондықтан продукцияны вкусно, грамотно ақпарат беріп үйреніңіздер. Вот солай бастадым. Енді екінші тіркелуім менің 2014 жылы болды. Ол кезде 4-ші курсты аяқтап жатқам. Жалпы оқуға менде дипломға ақша керек болды. Шаш таразын, парикмахерскийдің оқуын оқып алдым. Сөйтіп жұмыс жасадым, былайша айтқанда оқып жүрдім, жаңағы салонда жұмыс жасадым. Сөйтіп жүріп, Oriflame'ның офисі жанымда болды, салонның жанында. Сөйтіп сол жерде офиске орналасып, былайша айтқанда сол жерден живойнан встречалар ұйымдастырдық. Одан кейін бір қанша есімде болса, бір 9%-ке көтерілгенім есімде, бір где-то бір 5-6 ай жүрдім, 9%-ке шығамын деп. Ол кезде енді әрине қиын болды, офлайн, ол жерде интернет жоқ қазіргідей.
солай жүрдік, алып сатумен, былайша айтканда тек қана wellness продукциясын реклама жасайтынмын. Себебі мен ата-анам сол wellnesстен нәтиже көрді, денсаулықтары реттелді. Соны көріп, мен тек қана wellness витамин ғана ішіп жүрдік. Енді қараңыздар, 4-ші курсты бітіргеннен кейін мамандықты аяқтадық, диплом алдық. Дипломды алғаннан кейін сразу тұрмысқа шығып кеттік. Былайша қазір мұғалімдік жұмысты мен жұмыс жасап жатқан жоқпын. Декретте отырғаныма осымен 5 жыл болды ровно. Енді қараңыздар, сол wellness продукциясына ғашық болғанымнан екі қабат кезінде екі қабаттарға арналған витаминдер жазып береді ғой, Элевит, білмеймін, енді естімде жоқ. Шынымен ішіп көрмегеннен білмейсің ғой. Тек қана wellnessты ішетінмін. Күйеуіме де айтатынмын, тек қана маған сол wellnessты алып бер, wellness бік. Соны ішем, басқа еш нәрсе керек емес деп, солай екі қабат кезінде іштім. Қазір де ішем, емізулімін. Солай продукцияға ғашық болып келіп, әлде де сол продукцияға ғашықпын, компанияға ғашықпын, барлығына ғашықпын. Былайша айтқанда жүрегім осында. Сонымен үшінші тіркелуім осы 2018 жылдың августтың аяғында еді. Каталықтың соңына 2 күн или 3 күн қалған болатын. Сол кезде тіркелдім. Бірден wellness витаминіне коктейль, wellness бек барлығына подписка жасап алынды. Сразу 153 балды жасап жеріп, сөйтіп тіркелдік. Ал енді мен тіркелуімде бір история. Күйеуім өзі студент кезде бірге істегенбіз, Oriflame'де істей алмай, сөйтіп ол да жаңағыдай күмәнмен қарады. Қарсы болды істеуіме. Бірақ мен де жаңағы туысқандарым ғой, женшем тіркеді, қайнапкем тіркеді, екі жақтап жаңағыдай күйеуімді көндіріп, Аллаға шүкір осы компанияға тіркеп, сөйтіп кіргізген болатын. Не болса да қазір сол бір жылдың ішінде қандай қиыншылық болса да туысқандарымызға шығамыз. Әпке, Азиз бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр, күйеуімізге айтамыз. Мен олар оған шығады, Фарида жұмыс істесін, давай істеткісі, не бар, үйде отыр ғой деген сияқты әңгіме айтып, жан жақтама сөйтіп көндіріп, солай ары қарай жұмыс жасап кеттік. Жалпы Шолпан ешқандай қарсы көрсетілімдер жоқ. Аллаға шүкір, жүкті кезімде де қазір емізулімін. 100% нәтиже береді. Алып ішіңіздер витамин. Жалпы осы Oriflame'ды таңдауыма не себеп болды? Декретте отырған кезде, білесіздер ма? Қалада тұрамыз, айналам бәрі орыс, өзім орысша білмеймін, или мен өзім тұйық болғаннан ба, бір айналамда онша бір подругаларым да болмады. Себебі андай неге жоқпын. Өсекке, или там біреуді жамандауға, біреуді қасына жолап қалсаң қазір ананы жамандау, мынаны жамандау деген сияқты, содан алшақ ұстадым өзімді. Қазір де сондаймын, артық әңгіме айтпаймын. Тек бизнес, или бір өзіме выгодный жақ болса, сразу жаңағы сөйлей бастайсың ғой негізі. Жалпы солай ашылдық. 1 грамм сөз айтпайтынмын, бір отырыстар болса үндемей қарап отырым. Қазір деген қашан маған тост береді екен деп қойып отырамыз. Былайша айтқанда ашылдық, сөйлеп үйрендік, тілімізді шығардық. Бұл жерге келіп сіздер бір нәрсені үйреніп алсаңыздар болды. Ары қарай тоқтамайсыздар. Самый главный, өздеріңіз не айтып жатқандарыңызды білсеңіздер болды. Өздеріңізге деген сенімділік болса, компаниядағы мүмкіндіктерді мен мақсат тұтып, мен аламын, мен жетемін деген ниет болса болды, істейсіздер ғой. Енді қараңыздар, өте қатты бақыттымын осы компанияда екеніме. Спонсорларыма мың алғыс айтам, күнде айтам. Себебі жизнь бумеранг дейді ғой. Қаншалықты алғысты айтсан, өзіне қайтып келеді деген сияқты. Мен де командам жаңағыдай, Фарида, сен шақырғанына рахмет, осындай мүмкіндікті көрсеткеніне рахмет деп айтып жатқанда, қалайша
басқа адамға тағы да өмірін өзгертуге көмектеспейсің, біліп тұрған нәрсеңді сен қалай басқаға жеткізбейсің. Сондықтан сіздерге айтарым, шынымен жүрекпен жұмыс жасайық. Жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді дейді, бірақ соны өздеріңіз сезінген кезде ғана жеткізе аласыздар. Біреудің сөзімен немесе бір былай айтты ғой, жүрекпен сөйле деді ғой емес, просто сіз оны сезіну керексіздер. Мен бұл жерде ақшаға келдік, бірақ на самом деле бірақ ақшадан да биік нәрсені таптым. Бұл жерде мен өзімнің ойымды жеткізе алатындай единомышленник дейді ғой, менің ортамды таптым, қыздар. Менің ойым, менің жасайтын жұмысым, или не айтсам да қолдау таба аламын. Бұл командада қолдау таба аламын. Былайша айтқанда, успешныйлардың ортасында жүрміз, қыздар. Мысалы, чаттарыңызда неше түрлі чат бар, туыстардың, группалас, класстас, бітпейді қазақта туыс көп. Сондықтан бүкіл чаттан шығып кеткен болатынмын. Маған невыгодно, яғни ол ортада мен болдым, өмірім өзгерген жоқ. Олардың бос сөздері мені өмірімді өзгертпейді, мен бала шағамды асырамайды олар. Олар не айтса да, маған не болған жоқ. Жаңағыдай, неге шықтың сен неге бізден бөлек боласың, неге әңгіме айтпайсың деп шықты, бірақ мен ондайға мән берген жоқпын, себебі мен мақсатым болды. Мен қалайда осы бизнесті жүргізуім керек, мен қалайда табысқа жетем деп солай бүкіл группадан шықтым, тек қана бизнес чаттарым ғана қалды. И дальше кеттік. Өзімнің мышлениямды өзгерттім. Бірінші, бизнеске келгеннен кейін әр партнерімізге айтамыз, бизнесті түсіну үшін мышление өзгерту керек. Тіркелген күн бар, және бизнес мәнін түсінген күн бар, қыздар. Көзімді ауырып жүртім. Қараңыздар. Жарайды, тіркелдіңіз да, логин парольді мен всегда, үшінші пароль логинымды мен жатқа білем. Мен жүрекпен сездім, осы менің номерім миллиондарға алып келетінін сездім. Сразу жаттадым. Ал алдыңғы екі тіркелген номер мен есімде де жоқ, жаттамағам да даже. Сол сияқты сіздер бизнес таңдадыңыздар ма? Бизнес таңдағанды мен всегда білем. Логинін сұрайым. Егер ол жатқа жаттаса, ол уже түсінем. Бизнес таңдады, ол уже бол, партнер бол. Солай мен ключевой бизнес партнерларымды таңдап алам, шығарып алам. Естілмей жатыр дейді, қыздар. Сондықтан сіздер де солай көріңіздер. Жалпы сол тіркелген сәт емес, бизнесті түсінген сәт сіздерге ертерек келсін. Шынымен осы жерде бала шағаңызға мұра етінде қалдырып кете алатындай бизнесті ары қарай дамытыңыздар, қолдан келетін нәрсе. Енді мен акцентті үйренуге, яғни бірінші бағыт бар ғой, оқып білім алу дейміз, бизнесті бізге ешкім үйретпеген ғой, қыздар. Ақша деген тем более оқытпаған, ақшаның қалай келетінін де білмей, сол үшін 99% Қазақстанда, бүкіл әлемге десек те болады, жалдан бал жұмыста. Айлықтан айлыққа күн көріп, олай өмірімді өзгерткім келеді. Басқа қыздар Oriflame істеп жатыр ма, уже алып жатыр ма, значит мен де ала алам. Вот солай, сол мақсатпен уже ары қарай жұмыстандық. Мышлениямды өзгерттім. Ақшаның қайдан болатынын түсіндік. Себебі біз күнде сетевик деген ол кәдімгі мамандық, күнде жаңа нәрсе үйренуіміз керек. Мысалы, өзімді алайын, неше түрлі курстарды оқимын, Инстаграм, визажистке дейін оқып алдым. Өзімнің бизнесіме не қажет, вот соның бәрін мен оқып алам. Маған керек будущем. Мен партнерыма грамотно түсіндіруім керек, оны үйретуім керек, до мелочей айтуым керек. Сондықтан партнерларыңыз келген сәттен бастап сізді іздейді, сізді іздегеннен кейін сізде оны үйрете алмасаңыз, ол уже болды. Басқа сөніп қалады. Сондықтан до мелочей үйретуге тырысыңыздар, ерінбеңіздер.
ерінбеңіздер деп не үшін айтам? Себебі үйрену оңай, өзіміз үйрене аламыз да, бірақ біреуге үйрету қиын ғой қыздар. Себебі бизнесті адам жасай аладық, біреуге үйреткен кезде, біреу соны қайталаған кезде. Қыздар, не болып жатыр? Без звука қой дейді. Дауыс естілмей жатыр ма сонда? Оны қалай қояды? Азиз? Дауысым естіліп жатқан жоқ па, қыздар? Қыздар, жазыңыздар, қатып жатыр ма? Все болды, аха, шығып тұр дейді. Мысалы, менің дипломды алдым. Сіздерде де диплом жатқан шығар. Сандықта десек те болады. 3-4 диплом алып жатқанымыз бар. Сол диплом бізге не берді шынымен? Еш нәрсе берген жоқ маған. Маған еш нәрсе берген жоқ. Сол баяғы 4 жыл уақытымды зая кетірдім, ақшамды зая кетірдім, былайша айтқанда. Бірақ нәрсе берді десем болады. Диплом маған келін оқыған ба деген, оқыған ба деген сұраққа жауап. Я, оқыған келін деген сияқты. Сол жауапқа ғана диплом бір жақсы нәтиже берді. А так ешқандай табысқа да жете алмадым, не жұмыс жасамадым. Сондықтан мен сияқты декретте отырған қыздар болса, именно осы Oriflame-ге тіркелген болсаңыз, уақытыңызды зая кетірмеңіз. Уақытыңыз кетті. Мысалы, менің декреттегі өмірім 4 жыл бойы үйде күйеуім қашан келеді екен, қандай тамақ істесем екен, қандай сериал көрсем екен, бала шағаны ұйықтатып, короче, үйдің тірлігі бітпейді. Сол өмірден құтылдым. Кәдімгідей сол өмірден қазір құтылып жатырмыз. Күнде бір күніңіз ертең күнге, қалай айтсам екен, сол бір күн қайталана берсе, уже ол өзгермейтін өмір. Сондықтан қыздар, шынымен өміріңізді өзгерткіңіз келе ма? Бүгін бастаңыз, бүгін аласыз. Ертең болса, ертең. Сондықтан қыздар, ешқашан берілмеңіздер. Себебі бұл Oriflame компаниясында сізге, мысалы, айтамыз ғой, партнер шақырған кезде мынандай мүмкіндік бар, пассивный доход, мұрагерлік бар деп. Бірақ на самом деле маған не берді бұл? Өзіме деген сенімділік, өзімнің ғана жетістігім, арықтадым. Былайша айтқанда боянуды үйрендім. Даже тең жаға алмайтынмын. Даже былайша айтқанда карандаш для губ дегенді вообще мүлдем алмағам. Сондықтан сұлулықты, байлықты неше түрлі ашылмаған қырларыңыздан ашылатын боласыздар. Сіз білмейтін, сіз ашылмаған дарындарыңыз болады. 4 жыл бойы мен істемеген нәрсем қалмады. Үйде отырып бижутерияда жасадым, тігіншілікпен айналыстым, салон, яғни үйде кірпік жабыстыру, неше түрлі нәрселерді жасап, уақытымды өлтірумен жүрдім. Қашан мен бала шағам өседі екен, қашан мен жаңағыдай жұмысқа тұрады екен деген сияқты арманмен сөйтіп уақытымды өлтіріп, күйеуімді аңдып деген сияқты. Қашан келесің, сен қаяқта жүрсің, кіммен жүрсің деген сияқты. Қазір мен күйеуімнен бірақ нәрсені сұраймын. Қашан, қай уақытта келесің? Не үшін? Себебі сол күйеуім келген кезде мен тамағым дайын тұру керек, үй азаннан кешке дейін шашылып жатқан үйім жинаулы тұру керек. 20 минуттан кейін болам дейді. Соны 20 минуттың ішінде бүкіл жүгіріп тазалап тастайсың, үй отырасың дайын. Ал бұрын қандай болды? Қашан келесің? Ұрыс керіспен қазір
даже күйеуім внимание бермей жатсын, или там қашан сабағым бітеді маған қарашы деген сияқты сондай орын алмасып кеткен сияқтымыз да. Сондықтан қыздар, осы бизнесті қолға алыңыздар, өздеріңізге қараңыздар, өздеріңізге деген сенімділікті арттырыңыздар, и все, барлығы болады сіздерде. Жалпы қыздар, мен өсу тарихым осылай басталды, осылай өсіп келе жаттырмын, Аллаға шүкір. Тағы да көтерілетін сатыларым өте үлкен. Жалпы маркетинг план бойынша история успехамды айтатын болсам, ол бір жыл, ровно бір жылда мен 22% аштым. Өте онлайн бағытта өте кеш аштым десем де болады, бірақ кеш аштым деп мен ешқашан мұнайған емеспін, ешқашан жаңа көңіл күйім түсірген емеспін. Себебі мен әр сатының қадірін түсінген адаммын. 9% не істеу керек, 15-те, 18-де қандай іс әрекетті атқару керек, Аллаға шүкір барлығын білем. Сол сатыларды грамотно өткеннің арқасында менде качественный бизнес қазір. Качественный партнерлар, оларға қалай информация беруді, қалай сабақ өткізуді барлығын білем. Себебі мен 3%-тен бастап сабақ өткенмін. Партнерларыма сабақ өтесем қашады. Себебі қорқыныш бар, қорқыныш менде де болған. Себебі мен өзім өте тұйықпын, тұйық болғам, точнее. Менің бірінші сабағым десеңіздер күлетін шығарсыздар. Полный алғашқы ақпарат инфочаттарыңыз бар шығар. Мүмкіндікті жаңағы барлығын түсіндіретін тіркелмеген адамдарға, вот сол чатқа мені қосты. Короче, сол бір күні өтесін деп, сол есімде алғашқы қорқыныш. Только шаблон, орысша информацияны аударып, миыма сіңдіріп, спонсорларым алдыңғы тапсырмаларын көріп алдымда, ешкімге ұқсамайтындай қылып мен сабақ өткізуім керек деп, жаңадан системаны өзгерткендей болдым. Бірақ шаблонмен ғана, тек қана, себебі тұйықпын да. Ойымның бәрін мен жазып тұрып жеткізетінмін. Мені күтетін жаңағы партнерларым қашан мұны печать етіп бітеді екен депші. Солай спонсорлардың арқасында интонациямды жөндеп, аудиомен келесі сабағымды бір аудио қосып қойып, сөйтіп одан кейін дәптерге жазып алып, прям соны информация қылып айтатынмын. Қазір Аллаға шүкір осы прямойда отырмын сіздердің алдарыңызда. Солай шаблонный сабақ өткізіп, сондықтан қыздар, сіздер сабақ өтуден қорықпаңыздар. Ол сабақ өткен сайын сіздер шыңдалатын боласыздар. Прямой менің ең алғаш прямойым 4-тақ қыз отыратын. Өзімнің командамда ключевой қыздармен закрытый аккаунт или мен өзім парақшамды енді ашып жатқам. Мен прямойға кірем, қорқынышымды жеңейін, давайте сендер кіріңдер деп, сөйтіп 4 қызды кіргізіп алып, соларға әңгіме айтқан. Сөйтсем, кәдімгі айнамен өзімен өзін сөйлесіп жатқан сияқты болады кесім прямойда. Сондықтан солай қорқыныштарыңызды жеңіңіздер. Алғашқы всегда қорқынышты. Бұл Ирина Туганованың Rich Life командасына бүгін целый день дайындалып, не айтатын уже есімде де жоқ. Себебі менде қорқыныш басым болды. Қалай өтеткен, не істейді екен деген сияқты. Любой алғашқы өтетін нәрсе ол сізде қорқыныш болады. Сол қорқынышқа навстречу жүріңіздер. Мен осы қорқынышымды жеңу үшін сол тізімге жазылып, мен прямойды өтуім керек деп, солай званиям күші болса да, менде энергия болсын, давайте мотивация болсын сіздерге, хотя бы кішкене болсын, өз опытымен бөлсейін деп шыққан болатынмын. Өздеріңізге керек мәліметті беріп жатсам, қуанам. Вот 24 сағат бойы, 24 минут бойы сондай тұйық адам әлі тоқтасыз сөйлеп жатыр. Бұл не деген сөз? Бұл жерде мен
Oriflame десе тоқтамаймын. Себебі мен компаниямды қатты жақсы көремін, қыздар. Я вышла замуж за Oriflame дейсіз деп қосып қояйын да. Білмеймін, Oriflame болмаса не істер екен мен. Айта алмаймын. Не істеймін? Мысалы, үйде отырып қандай бизнес жасауға болады, қандай адал табыс бар бұл жерде. Біреуді табысқа шығарып жатсан, одан алғыс естіп жатсан, даже анама дейін рахмет айтады. Сендей қызды тәрбиелеген ананы алғыс деген кезде қалайша сіздер жұмыс жасамайсыздар? Конечно, осындай алғысты есту үшін жұмыс жасаймыз. Ақшаға емес, осындай партнерство, осындай қаншама Қазақстанмен қаншама құрбы құрдас әпкелерімді таптым. Оларды даже көрмеген болсам да, күнде звондасып, кәдімгі туысқандай болып кетті, қыздар. Бұл жерде сіздер ақша сияқты, жаңағы партнерді ақша или бонус балл ретінде көрмеңіздер. Бұл кәдімгі туыс қатынас, өзімде туысқандарымды айтайық. Өзімнің жеңшем, қайнапкем всегда жиналамыз. Үйіңізге бара жатырмын, кел, давай деп солай жиналамыз да, қыздар. Қай жерде туысқандарға сөйтіп барамыз біз? Бармаймыз ғой, шақырса да бармаймыз ғой, қазір туысқандарға мысалы да. Сол үшін осы жерге келіп, туысқандармен қарым қатынасымыз жақсы, сәлеміміз түзу, бизнесте де, туыстық қарым қатынаста да. Сондықтан туыстарыңызды тіркеп алыңыздар. Кеуіңізге сөздеріңіз өтпей жатса, былай шығасыздар. Жеңшем бүйтіп істеп жатыр екен, әпкем бүйтіп істеп жатыр екен, мен неге өтпей жатырмын деп жаңағыдай күйеуімнің өзі айтып жатады. Сен істесе деп қайрап қойып өйстіп. Сондықтан туыстарыңызды да осы жерге шақырыңыздар, ұялмаңыздар. Ұялу деген ол, білмеймін енді, бұндай компанияны қалай ұялып айтуға болады мынандай мүмкіндікті білмеймін қай жерде беретінін. Бермейді ғой ешқайда. Сондықтан айтудан жалықпайық, қыздар. Біреудің өмірін өзгерту ол керемет нәрсе екен. Мен өзім жылауықпын негізі. Әр званияны жаққан кезде, или бір жетістікке жететін кезде мен всегда жылаймын. Себебі мен оның қалай келгенін, қалай қадірін білемін да. Аллаға шүкір, бір керемет жетістік болды осы жылы. Айлығымды жинап, ИП ашып, жаңа карточкамды снимать еттім. Ол видеом бар сіздерде, 500 000, былайша айтқанда. Одан алдын заказдан минусовать етілді. Ал енді сол 500 000-ды өмір алып көрмеген адам. Қолым тірілдеп, жаңағы ақшаны снимать етіп алып, сөйлейтін сөзімді ұмытып, әйтеуір бір видео түсіргенім бар қанша дубльмен. Соны ақша келетін жер дейді ғой, мен соны алып, бір үйіме бір нәрсе, шкаф или там бір, не керек маған үйіме? Вот соның бәрін ала салуым керек еді. Кедейдің мышлениясы сол ғой. Ақша түсті ма қолға, все, оны жарату керек, маған киім алу керек, ананы алу керек, бүйтеміз де. Біз не істедік? Себебі бізде бизнес мышление бар. Ақшаны ақша келеді. Біз машина алдық. Күйеуімнің ақылмен машина алды. И сол машинаны 500 000 теңгеге алған машинаны 620 000 теңгеге саттық. 120 000 теңге үстінен көрдік, қыздар. Оны жарап тастағанда бір тиында жоқ болып отыратын еді. Сондықтан премияларыңызды, айлықтарыңызды жинап, солай активке салыңыздар, немесе осындай пассивный табысқа ары қарай жұмыстанайық, қыздар. Енді келесі тағы да не істедік? Сол ақшаны алып біз, енді айтпасам жүректен шықсын деп жатырмын да, бір жетістігімен бөлісейін деп, сол Равон маркасынан машина алдық. Су жаңа салонға барып, Toyota Camry емес, бірақ енді Равон су жаңа бүкіл, білмеймін, енді біз үшін кәдімгі жетістік болды. Себебі салонға барып көрмегенбіз машинаны. Машинаның есігін ашқан кезде жап-жаңа бір
жаңа киім аласың ғой, сізде бір басқаша болады ғой. Сол сияқты машинаны ашқан кезде шынымен де мәссаған, шынымен алдық па деп. Не үшін алдық оны? 4 миллион теңге тұрады, мысалы. Оны біз қалай алдық? Өзіміздің машинамыз болды, соны саттық. Жаңағы менің хотя бы кішкентай болсын менің айлығымды қосқанына бір қуандым да, себебі ол айлық болмаса біз оны даже аламайтын едік қой, қыздар. Күйеуіме қарап, мен күйеуім қашан айлық алып келеді екен, осы мен қашан киінеді екен, қашан балама анау жаңағыдай печеньесін алады екен деген сияқты тиын санағаннан гөрі хотя бы күйеуіме көмектесу үшін осы бизнесті бастадым, қыздар. Сондықтан күйеулеріңізге бүкіл жауапкершілікті артып қоймай, давайте өзіміздің қолымыздан келеді ғой, 40 жандымыз жұмыс жасайық. Жалпы осындай историямен әлде де историяларым болады, Аллаға шүкір. Октябрь айында менеджерлік конференция күтіп отыр. Турецкая ривьераны көреміз. Алғашқы саяхат, алғашқы аэропорт деген сияқты, соны көріп, сол үшін жұмыстандық. Сондықтан любой компания ұсынып жатқан любой нәрсеге, любой жиынға бәрлігіне қалмауға тырысыңыздар. Бар күштеріңізді салыңыздар, мен жетемін десеңіздер, бәрлігіне жетуге болады. Бұл жерде ақшаға тәуелділігім, ақшаны қалай алып келу керек, соны түсіндім. Екінші денсаулық, ақшадан бөлек бірінші денсаулық қой негізі. Бірақ сол денсаулық болмаса, біз кімге керекпіз, қыздар? Wellness өнімді алайық, ішейік. Бұндай өнім ешқандай компанияда жоқ. Тек қана Oriflame компаниясымен сатылатын білеміз. Сондықтан менде мысалы заказ жасаймыз әр каталог, бірақ сол заказы мен айтам, мен заказ жинамаймын деймін. Бірақ сол заказ сен қалай қайқа жібересің? Барлығына өзің витамин алып ішіп отырасың ба деген сияқты. Мен ата-анам бар. Мен сояққа жіберемін. Витаминдерді мен ата-анам ішет, денсаулықтарын түзеп отыр, Аллаға шүкір. Сол ақшалай көмек бере алмасам да, сол витаминдер, яғни денсаулықтарын түзеуге көмектесіп жатырмын. Бала шағам қасында, бала шағама күндіз-түні, мысалы, күйеуімде қазір түсініп жатыр, уже қосылам деп жатыр деген сияқты. Аллаға нәсіп етсе екеуміз семейный бизнес ашып, осылай бірге жұмыс жасайтын боламыз. Ол да бала шағасының қасында отырғысы келеді, азанда кетеді, кешке келеді, бір вообще ешқашан отырып жаңағыдай болмаған, әлде де бірақ соған келе жатырмыз. Отбасымыздың қасында осындай бизнесті құруға. Сондықтан да осындай сәт сіздерге де тусын, бизнесті тезірек түсіну керек ол үшін. Ал енді уақытым бар. Сіздерге история успеха кішкене қысқа болса да бәрін барынша жеткіздім деп ойлаймын. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Ал енді сіздердің сұрақтарыңызға жауап берейін. Эльмира ханым, сіз прямойды дұрыс айттыңыз. Көзге жас алып прям өткізген болдым, себебі білмейтіндер бар шығар, тағы да айтып өтейін. Тағы да бір күш берсін маған. Паркке бардық, баламыз екеуміз көктем или күз, короче, бардық. Батут бар екен. Батутқа, как всегда, ақшамды, кошелегімді үйде қалдырып кеткен. Балам жылайды. Давай батутқа отырайын да, сондағы 15 минутқа 200 теңге. 200 теңге қалтамда болмады. Қыздар, сол кезде баламның айтқаны: мама, сенде қашан ақша болады деді, бетіме қарап тұрып. Тағы да айқайлап айтты да, оның үшін жынданып айтты да. Көзіме жас алып, әлде де сол есіме алсам кәдімгі жылағым келеді. Вот сол кезде мен бизнестің мәнін түсінгем. Вот мен осы сөзді мен екінші рет естімеймін деп, қалтамда
всегда ақша жүретіндей болып жұмыстанамын деп солай шештім. Сондықтан сіздерде де айтамыз, нақты мақсат болмай қимылдамаймыз ғой. Бізде бір өмірімізде қиындық болмаса, біздің қимылдауымыз қиын да, қыздар. Сол өмірімізде бір қиыншылық болмасын, просто түсініңіздер. Или сол қиыншылық келсін өміріңізге, сол кезде түсінесіз. Мелочь қой, мелочь қиындықтан басталады. Сондықтан берілмейік. Рахмет, қыздар, сіздердің сұрақтарыңызды әрең жетіп жатырмын. Адамды шақыру әдісін айта аласың ба дейді. Адамды шақырамыз, сол сіздер жасап жатқан методпен бүкіл методты қолданамыз. Все методы работают, когда работаете вы дейді. Сондықтан тоқтаусыз әрекет жасайтын болсақ, адамды шақыру өте оңай. Тем более бізде жуынамыз, жуынбайтын адам жоқ. Барлық адамды шақыра аламыз. Вот просто шақырған кезде сіз неге шақырып отырсыз оны? Именно бонус балл ретінде көріп жатсыз ба, или партнер ретінде көріп жатсыз ба? Соны анықтап алу керек бірінші. И егер WhatsApp-тан сөйлесеңіз или звондап айтсаңыз, интонацияға, дауыстың энергетикасына, мотивациясына мән беріңіздер. Мен ешқашан көңіл күйім болмай жатса, или ашуланып тұрсам, мен ешкіммен сөйлеспеймін. Пока өзіме келгенше. Өзіме келем, и мотивационный роликтер жаңағы өзімнің мақсатымды есіме алып, ары қарай энергиям болған кезде адаммен сөйлесем. Вот сол кезде тіркеледі. А так қалай болса солай, осы тіркеле салса, или тіркелмей, ой, осы тіркелмейді десе, сөйтіп жаман ойласам, сол орындалады. Сіз когда жақсы ойлайсыз, ол мен партнерім келді, мен бриллиантым келді деп бар күшін салып сөйлесіз, сол кезде ол 100% тіркелетін болады сізге. Сізге сеніп келетін болады. Адамды шақырып болып командама қосқаннан кейін мен обязательно бір ключевой сөзім бар. Оны айтып өтейін оны. Консультанттық номерін жіберем, и міндетті түрде аудиомен жіберем былай. Менің командама қош келдіңіз, маған сеніп келгеніңізге рахмет. Мен сізді доходқа шығарам, менімен бірге әрекет жасасаңыз деген сияқты. Шексіз сеніп келгеніңізге деген, вот соны қаттырақ айтамын да. Вот ары қарай да маған сену үшін. Вот сондай ключевой сөздеріңіз болсын өздеріңіздің де. Бұл бизнес отношения болмай, білмеймін, қандай бизнесте осылай жақсылық ойлайсың, вот барлық жерде аяқтан шолу, көре алмаушылық, бізде ғана ғой, бай боламыз, біздер қыздар, давайте, деп сөйтіп отырамыз, жанымыз ашып, бүйтіп қалып, сөйтіп қалып, давай сен жаса, сен қолың келеді ғой деп, бір-бірімізді поддержка жасайтын тек қана осы бизнес қой, қыздар. Так, сіздерін тағы да. Так. Золотай қашан ашасыз дейді Бахар ханым. Алла қалса ашам. Бірақ сәл уақыты келмей тұр. Или мен өзім білем, директор сатысын ашатын кезде де мен сезгем. Осы каталогты мен точно ашам деп вот аштым да. Бірақ золото ашатын уақытты мен әлі таба алмай отырмын ба, или сол уақыт келмеді ма, или мен ол золотоға дайын емеспін ба әлі деп отырмын да өзім. Бірақ әрекет жасасаң, конечно, болады. Әрекет жасамаймыз ғой сол. Мен қазіргі жұмыс жасап жатқаннан 10 есе жұмыс жасасам, мен золото ашатын едім. Өзімнің еріншектігімнен әлі жүрмін. Орысша қалай үйрендіңіз? Орысша түсінем ғой, бірақ айта алмаймын да, или айтқым келмейді. Білмеймін. Орысша сөйлегім келмей ма, сондай. Негізі орысша түсінем. 22% шыққан кезде ақша түсе ма?
Әрине түседі сіздің командалық товар оборотыңызға. Ол үшін 22%-тің функционалын біліңіз. Қандай жұмыс атқарасыз? Соның барлығын біліңіз, сізге міндетті түрде ақша түседі. Қанша процентке шыққан кезде айлыққа ілінеміз. Сіз тіркеліп 150 балыңызды жасаған кезде автоматом сізге айлық түседі. Сіздің зат алғаныңыз үшін 3500 теңге түседі. Қай жерде, бізде Алматыда супермаркет бар, Магнум деген. Сол жерде ай сайын продукты жасаймыз 30-40 мың теңгеге. 30 мың жаңағы кассирге беріп жатқан кезде, мен 30 мыңға зат алдым продукты. Давай мен айлығымды қайтар демейміз ғой. Сол сияқты да. Бұл жерде алғаныңызға, сіздің өзіңіздің ғана товар оборотыңызға 3500 теңге айлық түседі. Керемет емес пе? Сондықтан тіркелдіңіздер ме, барынша сол процентке қарай жұмыстаңыздар. Қанша айлыққа жұмыс, мысалы, мен қалай айлыққа шықтым? Так, 9%-те 10 мың теңге ма, или 12%-те, қай процентте 10 мың шығады? 10 мың теңге маған қатты керек болды. 10 мың теңгеге мен алатын едім. Каталогтағы бір зат қатты ұнады. Соны алуым керек, тегін алуым керек. Каталогтың бетін ақтарып тұрып, жолдасымнан ақша сұрамай, ешкімнен ақша сұрамай, мен соны алуым керек. Ол үшін не істеу керек? Тағы мен сол процентке шығуым керек деп шықтым. 10 мың теңге айлық түсті. Сол затты мен тегін алдым. Мысалы, содан бастау керек та мақсатыңызды. Жаңағы миллион алам, мен ақша алам, үй салам, жаңағыдай емес. Просто мелочтан басталса, арғадай оңайырақ болады. Миыларыңызды қиындатып алмаңыздар. Айлыққа шығам дегенше. Просто әр проценттің өзінің міндеті бар қыздар. Сол міндетті атқарған сайын сіздер 22% болған кезде үлкен командаңыз болады. Сол команданы алып жүретіндей сіздерде мінез, қабілет, білім болу керек. Жаңағыдай сол адамдарға дұрыс информация жеткізе білу керексіздер. Сондықтан қазірден үйреніңіздер соның барлығын. Егер сіз қазір білмей команданың арқасында сразу 2-3 айдың ішінде директор сатысын ашсаңыз, сізге өте қиын болады. Ол өте қиын нәрсе. Сондықтан қазірден үйреніңіздер, барлығы оңай болады потом. Назира ханым, заказға қалай шығарасыз дейді. Бұл менде проблема еді, себебі мен шешімін таптым осылай. Тіркелет 3 күннің ішінде заказға шықпаса, ол шықпайды. Соны естеріңізде сақтаңыздар. 3 күнде жазыңыздар, мақсатын анықтаңыздар. Жақсы қарым қатынаста болыңыздар. Как подружки, или жоқ, как подружки болмайды. Себебі подружка деген сияқты қараңыздар. Менде болды бір қыз келді, ой деген сөзді жібереді екен, енді тоқтамайды. Мен ойладым, ой жақсы лидер келді, өте пысық екен деп. Жоқ, ондай емес екен да, просто сөзге шешен, бірақ іске келгенде ешқандай іс жасамайды. Подруга болмаңыздар, просто субординация кішкене ұстаңыздар, бірақ андай до конца үйдің проблемасы, күйеуінің жағдайы, ата енесінің проблемасындай кет қалмаңыздар да ол жағына. Ол кезде уже тоқтатыңыздар, дистанция сақтаңыздар. Олай шүр өйтіп етуге болмайды қыздар, бұл бизнес. Сондықтан семейный проблемаға дейін кет қалмаңыздар да. Солай заказға шығара аласыздар. Просто мақсатын анықтаңыздар. Не үшін келді, не үшін тіркелді болды. Ол заказға шықпай жатса, немесе бизнес түсінбей жатса, сіздер айтатын боласыздар да. Вот сен осыған келгеннен ғой, осыны айлыққа келіп едің, ата-анама көмектесем деп едің ғой, сол мақсатың қайда деген сияқты қайттан оятып аласыздар да. Тағы да дисциплина. Гүлнар ханым, дисциплина болмай, бұл бизнесте болмайды, өзімізде білеміз. Дисциплина өз-өзіңді
самая трудная работа над собой деп тағы да орысша сөйлеп қояйын да кішкене. Қазақша оны қалай айтсақ екен. Шынымен план жазған кезде өзіміздің шамамызға қараймыз ғой. Осындай уақытты осылай істеуім керек деген сияқты. Сондықтан дисциплина солдатский болсын. Бұл бизнесті тез ашамын десек, менде де сондай болады. Менде ашамын, менде жетемін. Бірге жетеміз. Эфирді Алла қаласа сақтаймыз. Алла нәсіп етсе. Қандай сұрақтарыңыз бар, қыздар? Негізі мен мына эфирді кішкене бір нам мақсатпен айтқым келіп отыр. Не үшін Oriflame ақшаны бір 3 типке бөлге болады екен да. Ақшаны заработ, өз еңбегімізден тапқан ақша, актив и пассивті ақша болады екен да, қыздар. Қараңыздар, біз жалдамалы жұмыста 99% Қазақстанда. Не үшін жалдамалы жұмыста? Себебі определенный 100 мың теңге айлық. Соған біз 100% күшімізді салсақ та, 50% күшті салсақ та, азынан кешке дейін әйтеуір бүйтіп бастықтан қашып или уақыт өткізіп сөйтіп кетсек, бәрібір сол 100 мыңды аламыз, иә? Ал бұл бизнесте біз қалай аламыз? Біз бар күшімізді салған кезде. Барынша осы бизнес, менің бизнесім менен басқа ешкім істемейді деген кезде ғана көп ақша алады екенбіз, қыздар. Сондықтан 1% осы сетевой или бизнесте ғана. Қалғаны жаңағы әйтеуір бір уақыт өткізу керек, әйтеуір деген сияқты. Олай болмайды. Себебі ақша көп тапқыңыз келсе, бар күшті салу керек бұл бизнесте. Бар күшті демесем де, бір 80% өзіңіз жұмсау керексіз, ешкімді күтпеу керек. Біреуге сені, біреуді күтіп отырсаңыз, аспаннан ақша жаумайды. Менің қазір ақшам активте тұр. Актив деген қалай? Яғни мен затымды сатып аламын и пайдасын көрсем де болады. Сіздер де солай жасап жатқан шығарсыздар, иә? Үстінен пайда көру деген актив. Ал енді пассив. Ол мен команда құрып жатырмын, Аллаға шүкір, зауыт ашатын болсам, мен пассивте отырам. Мен пенсияда отырам. Мен қазір қай жылғысыз дейді, мен 93-мін, жасым 27-те. Сол пассивке қарай ұмтылып жатырмын. Мен қартайғанша жұмыс жасағым келмейді, қыздар. Қартайғанымда, бала шағамның алдында абыройлы әжей болып қартайғым келеді. Пенсияны тиыным санап, мынаған жетпейді, анаған жетпейді, келінімнен жаңағыдай бетіне қарап, қас-қабағына қарап, олай отырғым келмейді. Мен свободный өмір сүргім келеді. Соған келе жатырмын. Жасым 27-те болса да, 30-ға толған кезде уже пассивный доходта боламын. Аллаға шүкір, мені үлкен жетістіктер күтіп отыр, сіздерді де. Сондықтан бұндай Oriflame компаниясы сияқты ешқандай мықты компания көрген емеспін. Көрмейсіздер де, себебі бұл 52 жыл тарихы бар компания. Всегда адалдыққа шақырам, қыздар. Өздеріңіздің кеудеріңізге қалай адалсыздар, или там жұмысыңызға адалсыз. Вот қашан сіз осы компанияға адал боласыз, сол кезде қалай табысқа шыққаныңызды, қалай сізге партнер келгенін білмей қаласыз. Әр компаниядан секіріп бүйтіп жүрсеңіздер, сіздерге кім сенеді, дұрыс па? Сондықтан барынша адал болайық, қанша қиындық болса да сынақ деп қабылдайық, сол сынақтан сүрінбей өтіп, Алланың қалауымен жетістікке жетейік. Жалпы уже эфир бітуіне жақын қалды, 10 минуттай бар екен. Өте қуаныштымын сіздермен осындай эфирде отырғаныма. Мен үшін шынымен бақытты күннің бірі бұл.
үлкен командаға прямой эфир жүргізу арманымның бірі орындалып отыр бүгін. Менің айлығым Аллаға шүкір үйде отырып, жуынып, боянып жүріп, денсаулығымды реттеп жүріп, всегда осылай айтам. 100 мың, 120 мың деген сияқты 22%-ның айлығы. Директор сатысын жаптым, Алла қаласа мені $1000 премия түскен кезде сіздерге көрсететін болам. Және де оны қайда жұмсаймын деп сразу айтып қойсайын. Алматыдан жер алғанбыз, соның фундаментіне кетеді. Үйде отырып, сөйтіп күйеуіме көмектесіп жатырмын. Сондықтан сіздерде нақты мақсат болсын. Қыздар, осымен прямой эфирімді аяқтайын. Сіздермен осы бір прямойда 1 сағат бойы өз опытымен бөліскеніме қатты қуаныштымын. Ұнаған болса опытымен алыңыздар, кішкене болсын мотивация сыйласам өте қуаныштымын. Жүректі тазалайтын бизнеске бала шағамыздың мұраға қалдыратындай қылып жұмыс жасайық, барынша күш салайық. Осы каталогта званияларым өте көп болсын. Аллаға қаласа барлығымыз золото чатқа өтейік. Золото чаттағы бриллиант чаты бар шығар, ары қарай білмеймін қандай чаттар бар екен. Әйтеуір сол чатқа қосылуға арман болды маған. Сол арманыма жетем, қалайда сіздер де жетіңіздер. Жақсы, сау болыңыздар қыздар. Рахмет сіздерге кіргендеріңізге.